Сәлем достар, құрметті аналар, бүгінгі тақырып 2 айлық нәрестенің физиологиясы мен дамуы жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен достар, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз, подписаться деген батырманы басыңыз. Достар, конкурс ойнатамын, конкурс. Осы видеоның соңына дейін қараңыз. Видеоның соңында конкурстың шарттарын айтатын боламын. 5 адамға 2000 теңгеден беремін. 5 адамға X-пигмент кремін беретін боламын. X-пигмент. Бұл кремнің пайдасы беттегі дақтарға, пигментке, прищипқа, сепкілге жақса болады. Конкурстың шарттары достар түсіндіңіздер болады. 5 адамға 2000 теңгеден беремін. Және де тағы 5 адамға X-пигмент кремін беремін. Ол үшін осы видеоны соңына дейін қарауыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Конкурстың соңында шарттарын айтамын. Ал, кет, бастаймыз. Бастаймыз. Құрметті аналар, нәрестенің бойы да, ойы да, салмағы да ай сайын өсіп отырады. Сол себепті баланың өсуін бақылап отырған дұрыс. 2 айлық баланың бойы орта есеппен 54-68 см аралығында болады. Яғни 2-3 см өседі. Салмағы 4 киломен 7 кило 100 грамм арасында болады. Салмақты 750 граммнан 1000 граммға дейін қосады. Басы дөңгелек 36-41 см аралығында болады. Бетіндегі, денесіндегі ісіктер уже 2 айда жайлап қайта бастайды. Түсіндіңіз ғой да? 2 айда жайлап қайта бастайды. Баланың 2 айында аузынан сілекей бөліне бастайды. 2 айдан бастап уже сілекей бөліне бастайды. Сілекей бөлінуінен және бала емуді үйреніп, көкіректі аузына толық алуын, асқазанына ауа кетпейді. Уже толық үйренеді. Сол себепті іш ауруы да азаяды, қалыпқа келе бастайды. Жайлап іш ауруы да азайып, қалыпқа келе бастайды. Жалпы іші жұмсақ болады. Бірақ қосымша тамақтанудың әсерінен және анасы дұрыс тамақтанбаса, уже колика болады. Осы үшін тамақтанған анасына байланысты да, анасының дұрыс тамақтанғанына байланысты. Баланың туылған кездегі гипертонустары жайлап жазыла бастайды. Бірден жазылып кетпейді, достар, жайлап жазыла бастайды. Түсінікті ма? Бірден жазылып кетпейді. Гипертонуста жай кете бастайды. Қол аяғы жазып еркін жататын болады. 1 айлығында емес та. Баланың бұрынғыдай сұрағанша емізбеу керек. То есть емізе беру керек. Шатасып кетті бұл. Баланы бұрынғыдай сұрағанша емізе беру керек уже. Және де есте сақтайтын жағдай, түнгі ұйқысы мен күндізгі ұйқысын ауыстырып алмау керек. Жалпы, яғни баланы түнгі 23:00 мен таңғы 6-ға дейін емізген дұрыс. Түнгі 11-ден таңғы 6-ға дейін. Дені сау ана сүтіне тойып отырған бала күніне 6-12 реттен зәр шығарады. Көруі 2 айында көзіне түскен заттарға уже ұзақ қарай бастайды. Ол қозғалмай тұрса да уже бір зат ұзақ қарай береді 2 айында. Есту қабілеті дауыс шыққан жаққа басын бұрып уже қарайды. Іздейді уже өзімен өзі. Сөйлескенді, өзіне сөйлегенді біледі. Дауыс шыққан жаққа қарап, қол аяғын уже бітеп жан жаққа қарайды уже. 2 айлық баланың дәм сезуі туа сала пайда болады. Анасы дұрыс тамақтанса, бала алаңсыз емеді. Анасы дұрыс тамақтанса, бала алаңсыз етеді. Ал ащы тамақтанса, бетін тыржитады уже білінеді да, ембей қояды. 2 айлық баланың гуылы ұзарып түседі. Яғни гу деп сөйлеп отырады өзімен өзі. Уже сол ұзарып, кішкене мәз болып сөйлейді. Кейде өзі дауысы өзіне ұнап қалса, үндемей қалады. Ұнаған дауысын қайта шығаруға тырысады. 2 айлық баланың ұйқысы. Бала жылы, тамағы тоқ, еш жері ауырмаған бала күніне 14-17 сағатқа дейін ұйықтайды. 14-17 сағатқа дейін ұйықтайды. Балаларымыз өсіп кеткенше жауапкершілікпен қарауымыз керек. Себебі ауырып, еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Сондықтан бүгінгі кішігірім 2 айлық баланың несін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Барынша енді түсіндірдім. Алдағы уақытта 2 айлық балаға қалай массаж жасалады, соның арнайы тақырыптарды түсіретін боламын. Достар, келесі видео 3 айлық баланың дамуы мен физиологиясы жайлы
айтатын боламын. Жалпы конкурстың тақырыптары, достар, конкурстың айттым ғой, видеоның соңына дейін көрген адамның конкурстың шарттарын айтам дедім. Конкурстың шарттарын, конкурстың басты шарты осы видеоға лайк басу керек. Осы видеоға лайк басасыз, подписаться етіп менің каналыма тіркелесіз, и комментарийға любой бір сөз жазып кетіңіз комментарийға. Және де комментарийға ең күшті жақсы пікір қалдырған адамға да өзімнің жеке сыйлығым бар. Мүмкін ақшалай болар, мүмкін жарнама жасап беремін деген сияқты. Комментарийға да бөлек, мына конкурстан бөлек. Түсіндіңіз ғой? Жалпы мына конкурстың шарты комментарийға пікір қалдырасыз, осы видеоға лайк басасыз, тіркелесіз каналыма, сосын осы видеоны WhatsApp группаға достарыңызға таратасыз. Конкурстың жауабын қалай анықтайтын төмендегі комментарийға закрепить етіп кеттім. Хорошо? Конкурстың жауабын қалай анықтайтынын төмендегі комментарийді оқып қараңыз. Солай достар, сау сәлеметте болыңыздар. Конкурстың шарттарын айттым ғой, түсіндіңіз ба? 5 адамға 2000 теңгеден берем. 5 адамға әрқайсысына 2000 теңгеден берем. Және де одан бөлек 5 адамға эксперимент кремін берем. Солай. Болды.